Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен бірге Аян, және бұл шынайы уақыт арнасындағы жаңа авторлық әңгіме. Ол жылы наурыз айы кәдімгідей мінез танытты. Күндіз нұрын төккен күн көзі жанарды қарып, қалың қарды қиыршық мұзға айналдырады. Ал түн ауа қаһарлы аяз Алтайдың қалың жынысын алқымынан қысып, жан біткенді қалтырататын еді. Асудағы қара самырсындар сықырлаған аяздан тастай қатып тұрған шақ. Ағаш діңін балтаның сыртымен ұрып қалсаң, үні мылтық атылғандай сай-саланы жаңғыртады. Өткір жүзі мұз болып қатқан ағашқа батпай кер серпіледі. Зарлық таныс соқпақпен алға жылжып келеді. Қара жотаның етегіне құрған қақпандарын тексеріп жүрген беті. Бұл маң, адам аяғы баспаған түкпір. Құла дүз. Мұнда тіпті 1970 жылдары жер қойнауын зерттеушілердің де табаны тимеген. Ауыр техника батпаққа жұтылып, ал жазда қалым шіркей жан біткенді талауға салатын аймақ еді. Қуыстағы тыныштықтың ауырлығы сонша, оны қолмен ұстауға болатындай көрінеді. Тек шекеде соққан қанның бүрсілі ғана естіледі. Оған қоса, жалпақ шаңғының қатқақ қарды сықырлата басқан дыбысы ғана құлаққа шалынады. Күн ұясына еңкейіп барады. Батыс көкжиек қан қызыл түске боялып, түнге қарай дүрей боран соғатынан хабар бергендей. Зарлық қараңғы түспей тұрып, өзінің қыстауына бұрылуды көздеді. Кенет оның жанары бір оғаш нәрсеге түсті. Із жатыр. Аңның ізі емес. Тұп-тура жүредің бұғының да, бұралаңдап қашатын құнудың да ізіне ұқсамайды. Бұл адамның ізі еді. Әзер байқалатын ескі шаңғы ізі теріскейт бетке алып, қалың самырсының ішіне кіріп кетіпті. Із жалпақ, нық басылған. Бірақ тым көне көрінеді. Бұл жерден адам кеше емес, әлдебір баяғы зұлмат заманда өткендей әсер қалдырады. Шаңғы ізі ем-тұйық сайға қарай тартылған екен. Бұл маңды тіпті көнегөз аңшылардың өзі жаман ырымға балап айналып өтетін. Обал мен сауапты білетін дала адамын әуесқойлық емес, ішкі түйсік жетелейді. Зарлық арқасындағы қоржынын түзеп, таяғын нық ұстады да әлгі ізге түсті. Ұзақ жүруге тура келді. Орман барған сайын қалындап түнере түсті. Бұтақтарына сұрғына байланған алып шыршалар төбеден төніп, жарық сәулені мүлден тұмшалап тастаған. Құлаған ағаштар жолды бөгеді. Осыдан бір ғасыр бұрын сұлап түскен алып самырсындардың үстінен қайта-қайта қарғуға тура келді. Іңір қараңғылығы қоюланып, орман іші қап-қара түнекке айналған шақта, зарлықтың мұрнына бір иіс келді. Бұл орман өртенгенде шығатын қолқаны қашабатын ащы түтін емес еді. Қайың отынының жанға жайлы, жылы да жағымды иісі. Тіршіліктің белгісі. Жер астынан шыға келгендей, ағаш лашық кенеттен көз алдында пайда болды. Ол алып ағаштың қопарылған тамырының тасасына жасырынып, керезенім жақтауына дейін жерге кіріп кеткен. Шатырын қалың мүк басыпты. Тіпті үстіне жас қайындар да өсіп үлгерген екен. Егер мұржадан бұрқыраған көкшіл түтін болмаса, кез келген жан екі аттам жерден өтсе де, бұл лашықта байқамас еді. Қар басқан баспалдақтың үстінде үлкен ит отыр. Түсі аппақ қубас болған алық төбет. Бір көзін ақ шел басқан, құлағы тілім-тілім, талай қанды айқастың ізі қалғаны көрініп тұр. Төбет орнынан тұрған да жоқ. Тек ауыр басын көтеріп, ашудан гөрі айбат шегу үшін ішінен гүрілдек қойды. Киізбен қапталған есік сықырлай ашылды. Босағада үй иесі көрінді. Зарлық талай қарияны көрген, бірақ мұндай адамды бірінші рет кездестіруі. Бұл кісі бейне бір айналадағы ғасырлық орманның өзінен жаратылғандай. Жүзі кәрі еменнің қабығына ұқсайды. Қомырқай өмін керең әжімдер торлаған. Қалың ақ сақалы, қарапайым кендір жіппен байланған беліне дейін түсіп тұр. Үстіне ескі шұға күртеше ілген. Аяғында уақыт өте келе пішінін жоғалтқан қайта тігілген киіз етік. Қария бейтаныс қонаққа сабырмен көз тастады. Жанары таңғаларлық еді. Жасы ұлғайған адамның бұлыңғыр, жасаураған көз емес. Ашық күндегі өзен мұзындай тұп-тұнық, отты жанар. Көп жүрдім-ау шамасы, деді ол. Дауысы желмен ұшқан құрғақ жапырақтай бәсең, сыбдыр қағып шықты. Шай да қашайнады. Кір, үйдің жылуын қашырма.
Үйдің ішінде осыдан бір ғасыр бұрынғы заманның иісі аңқиды. Кепкен шөптің, ыстық нанның және балауыздың иісі. Бұл жерде жарық дегенді мүлдем білмейтін көрінеді. Дөрекі жонылған үстелдің үстінде білте шам жанып тұр. Оның әлсіз сәулесі ағаш қабырғаларға ұзын көлеңке түсіреді. Төрдегі бұрышта көне дұғалар мен қасиетті жазулар ілулі тұр. Алдындағы кішкентай шырақ осы бір ұмыт қалған мекендегі жалғыз үміт сәулесіндей. Әкпен боялған қазақы пештен керемет жылу төгіліп тұрды. Құшақтап алсаң, бір апта бойы бойынан жылу кетпейтіндей сезіледі. Отыр бауырым, тік тұрғанға тіреу жоқ, деп қария сүйектей құрғақ қолмен алаша төселген орындықты нұсқады. Менің атым Есенбай, ал мына төбетімнің аты Тұман. Сен одан қаймықпа, ол өзінің дәуірін сүріп тастаған, қазір тек өткеннің елесіндей ғана. Зарлық буы бұрқыраған ауыр күртешесін шешті. Үстел басына жайғасып, қоржынынан өзінің шағын базарлығын шығарды. Қоюландырылған тәтті сүт, пілдің суреті бар жапырақ шай және қаланың бөлке наны. Есенбай құтыны қолына алып, жанарына жақындатты. Айналдыра қарап, мұртынан жымиды. Қарашы, баяғыдай көк құты. Қаланың дәмін татпағалы қай заман. Мен бұл дүние мүлдем өзгеріп, адамдар ескінің бәрін ұмытқан шығар деп ойлап едім. Шығарады ақсақал, деді Зарлық, қолын ыстық кесеге жылытып. Ал сіздің мұнда тұрып жатқаныңызға көп болды ма? Алдағылар сіз жайлы естімегенде. Бұл маңда айдала, елсіз мекен деп ойлайтын. Көп болды. Есенбай пешке тағы бір ағаш тастады. Пеш ішіндегі от қарияның жүзін жарықтандырып лапылдай жанды. Балам, мен тіпті ақ патшаның заманын да көрген жанмын. 1896 жыл туыппын. Өзің есептей бер. Зарлық ішіп жатқан шайына шашалып қала жаздады. 96 жас па? Тау ішінде? Жалғыз ба? Қорықпайсыз ба? Деген сөз аузынан қалай шығып кеткенінде байқамай қалды. Қазір азулы аңдар да аш, адамға шабуыл жасаудан тайынбайтын заман емес пе? Есенбай жымиып күлді. Оның жүзіндегі терең әжімдер жазылып, бейне бір мейірімді орман иесіне ұқсап кетті. Неге жалғыз болайын? Деп шын таңырқады қария. Орман ішінде жалғыз болу мүмкін емес. Бұл жер тіршілікке толы. Аңы жортып, құсы ұшып жатыр. Қара самырсынның сықыры да ертек айтқандай болады. Тек тыңдай білу керек. Қазіргілер тыңдаудан қалды ғой. Тым асығыс, тым мазасыз. Ал орман асығыстықты сүймейді. Ол кеседегі ыстық шайден ұрттап, сақалын бір сипап қойды да, Зарлыққа өткір жанармен тіке қарады. Көзімен сұрақ көріп тұрмын, деді Есенбай. Осы шал қалай аман қалды? Қорықпады мекен деп отырсың ғой. Зарлық басын изеді. Мұны жасырудың мәні жоқ еді. Қорқыныш болады деп келісті қария. Табиғатпен соғысқан адам, оны бағындырғысы келген адам қорқады. Ал мен соғыспаймын. Мен осы ортада өмір сүремін. Орман дегенің әділетті мекен, балам. Қатал болса да адал. Ол жақсылықтың өтеуін сұрайды. Қандай өтеу деп сұрады Зарлық. Есенбай кесесін қойып, отқа қарап көзін сығырайтты. Бенде бір өткен күннің елесін көргендей болды. Тыңда онда. Саған бір оқиғаны айтып берейін. Ол кезде мен жас едім. Қаным қызып тұрған шақ. Күштің бәрі білекте деп ойлаушы едім. Бірақ басты нәрсе мейірім екен. Есенбай пеш ішінде билеген от жалынына қарап біраз үнсіз қалды. Қара самырсының қамырына ұқсайтын күйін-түйін, кедір-бұдыр қолдарын үстел үстіне қойды. Бұл оқиға Зарлық осыдан жарты ғасыр бұрын болған еді. Ол кезде күшім тасып тұрған кез. Жер басып жүргенімді сезбейтінмін. Қарағайдың басындағы тиінді көздемей-ақ атып түсіретінмін. Тәкаппар едім. Осы орманның қожайыны менмін деп есептейтінмін. Арқада мылтық, белде қанжар, ешкіммен қаймықпайтынмын. Сол жылы қар өте қалың жауды. Бұланның төсінен келетіндей еді. Мен қиян түкпірді аралап, қақпандарында тексеріп жүргенмін. Сол жылы бұлғын көп болды. Керісі де құнды еді. Аңшылыққа қатты беріліп кетіппін. Қасқырдың өзі баруға жүрексінетін қалың жыныстың ішіне кіріп кеттім. Аяғымдағы шаңғы сықырлайды. Алдында қос төбетім
ақтөс пен боран орманды шарлап жүр. Кенет олардың үрген дауысы естілді. Бірақ бұл тиын көргендегідей жай үру емес, бұланды тоқтатқандағыдай айбатты да емес. Дауыстары қырылдап, бойларын қорқыныш билегендей шығады. Төбе шашым тік тұрды. Еппен басып, қопарылған ағаштың тасасына тығылдым. Қарасам, құлама жартастың астында Аюдың апаны бар екен. Қар астында жатқанымен ішінен бу шығып тұр. Аңның иісі қолқаны қабады. Ал апанның алдында дәу аналық Аю тұр. Жүні жылтыраған, жотасы тікірейген. Оның артында апанның түнеріп тұрған тереңнен бір жасар қонжығы көрінеді. Менің қос төбетім Аюға жабылып, жан-жарынан таламақ болады. Ал ол кетпейді. Ол бір ұрғандақ төбеттерінің омыртқасын үзіп жіберуіне болар еді. Бірақ ол апаннан алыстауға, балаларына артын қаратуға қорқады. Тек іштен гүрілдеп, айбат шегеді. Дүлей күштен жер сілкінгендей болады. Мен бес атарымды ыңғайладым. Қолым қалтыраған жоқ, жүрегім соғып тұр. Міне, олжа. Керісі қандай, майы қандай шипалы. Шүріппені басуға дайындалдым. Аю мұны сезді де, басын маған қарай бұрды. Сосын маған тіке қарады. Білесің бе, зарлық, мен өмірімде талай андаттым. Бірақ мұндай жанарды көрген емеспін. Оның көзінде ашу ыза емес, шексіз мұң мен жалбарыну бар еді. Ол маған, кейіспе, мейлі мені өлтір. Бірақ мына кішкентайды жетім қалдырма. Ол менсіз өледі, деп тұрғандай көрінді. Бұл жабайы аңның емес, ананың жанары еді. Дәл сол сәтте кеудемдегі әлде бір мұз сеңдей сөгіліп, жүрегім дір ете қалды. Обал болады дедім. Мен мылтығымды төмен түсірдім. Иттерімді ысқырып шақырып алдым. Олар да ақылды ғой. Құйрықтарын қысып, кейін шегінді. Жолың болсын, ана Аю. Тірі жүр, дедім ішімнен. Артыма бұрылып жүре бердім. Арқамнан оның қарап тұрғанын сезіп келемін. Қазір тап береді-ау деп ойладым. Бірақ жоқ. Айнала тып-тыныш. Тек қара самырсындар ғана сықырлайды. Есенбай шайынан тағы бір ұрттап, көзін сығырайтты. Содан бері 1-2 жыл өтті. Мен ол оқиғаны ұмытада бастағанмын. Күздің соңғы айы еді. Суық жел соғып, жылғалардың бетіне алғашқы мұз қата бастаған шақ. Мен қара самырсының бірін жинауға шыққанмын. Сол маңдағы тік баурайда ағаштар өте биік еді. Бір алып самырсының басына өрмелеп шықтым. Кенет аяғымның астындағы шіріген бұтақ сырт етті. Денем ауырлап, төмен қарай құлап бара жаттым. 5 метрдей биіктен құладым. Аяғым тастардың арасына кептеліп тарс етті. Соққының қатты болған соншалық көзімнен от ұшты. Есімді жисам, аяғым сыныпты. Сүйегі шығып кетпетті, бірақ басу мүмкін емес. Ал алда 10 шақырымдай ен дала, құлаған ағаштар мен қалың жыныс. Еңбектедім. 1 күн өтті, 2 күн өтті. Мылтығымды тастадым, тым ауыр. Кек қанжарымды ғана қалдырдым. Бойымда әлі қашалмады. Түнде аязы қысты. Сезіп жатырмын. Денем мұздап, бойымды ауыр ұйқы меңдей бастады. Ал бұл ұйқы ажал еді. Тәтті, бірақ сұмдық ұйқы. Болды, Есенбай. Осымен сапарың бітті-ау деп ойладым. Көзімді жұмдым. Кенет бұтақтардың сықырлаған үні естілді. Біреу нық басып келеді. Қасқырлар мекендеген ой сап ете қалды. Мұрныма иіс келді. Жоқ, бұл иттің иісі емес. Бұл түз тағысының дүлей күштім иісі. Соңғы әлімді жинап көзімді аштым. Төбемде сол баяғы ана Аю тұр. Құлағындағы сынық ізінен таныдым. Тұмсығынан шыққан ыстық бу бетіме шарпыды. Қанжарыма жармастым. Бірақ қолым ессіз, бағынар емес. Енді бітті. Баяғының қарызын алуға келген екен. Қазір табап тастайды деп күттім. Ал ол қасыма жақындады. Ыстық тұмсығымен бетімнен иіскеп, тірі екенімді білді. Сосын қасыма жата кетті. Жел жағыма барып, таудай болып сылады. Арқасымен мені бораннан қалқалады. Денесінен сондай бір жылу бөлінеді. Тоңғаным басылып, бойым жылый бастады. Осылай жаттық. Мен адаммын. Ол түз тағысы. Түн бойы ол мені бауырына басып жылытты.
Таңертең ол орнынан тұрды. Сілкініп алып, ескі шіріген дөңбекке қарай беттеді. Бір ұрғанда дөңбектің күл талқанын шығарды. Ішінен құмырсқаның ұясы, майлы дернәсілдер көрінді. Оған қоса үсік шалған шетен ағашының бұтағын сындырып алдыма тастады. Маған ұзақ қарады. Бейне бір енді есеп айырыстық дегендей болды да, жыныс орманға сіңіп кетті. Көлеңке секілді дыбыссыз ғайып болды. Сол жидекпен ұсақ түйекті қорек қылып әл жинадым. Әрі қарай еңбектедім. Кешке таман мені ауылдың адамдары тауып алды. Содан бері зарлық. Мен аюға мылтық кеземеймін. Ол жай аң емес. Ол осы өлкенің иесі. Қария үнсіз қалды. Лашық ішінде тек суып жатқан пештің сытырлаған дыбысы мен еден астындағы тышқанның шиқылы ғана естіледі. Зарлық қарияның аппақ сақалының арасымен мөлдір жас тамшысы сырғып бара жатқанын көрді. Міне осылай балам. Сен өзіңді орманда аңшымын деп ойлайсың ба? Жоқ. Біз мұнда тек қонақпыз. Ал қонақ өз орнын білуі керек. Керезе сыртында түн әбден қоюланды. Боран күшейіп, керезе қақпағына қар лақтырады. Бірақ қалың бөренелермен қоршалған лашық ішінде ерекше бір тыныштық орнаған. Есенбай қария орнынан ауыр қозғалып тұрды. Әңгіме өз алдына, бірақ қарнында сұрауы бар, деді ол жылы жымиып. Менің өз салтым бар балам. Күнде нан қоямын. Дүкеннің нанын жемегелі 10 жылдан асты. Қария пештің есігін ашты. Ішінен лезде ыстық леп есті. Ол таза матамен жабылған үлкен ағаш тегешті алды. Зарлық бұл қимылдарды таңырқай тамашалап отырды. Бұл әрекетте әлде бір киелі, ежелгі нышан бардай еді. Есенбай матаны ашқанда, ішіндегі ашыған қамырдың тірі жан иесіндей тыныс алып жатқаны байқалды. Бұл құлмақтан жасалған ашытқы, деді қария. Мұнда ешқандай жасанды қоспа жоқ. Құлмақты күзде жылғаның бойынан жинап, кеттіріп аламын. Нанға күш беретін сол. Қария үстелдің үстіне ұн септі. Жаңа ғана қатайып, икемге келмейтіндей көрінген саусақтары кенеттен епті болып шықты. Ол қамырды үстелге аударып тастады. Үй ішін ашыған қамырдың тойымды иісі кернеді. Есенбай оны асықпай, бар ықыласымен илей бастады. Нан деген мейірімді сүйеді, деді ол. Жаман адамның қолынан жақсы нан шықпайды, деп күбірледі ол. Бейне бір қамырмен тілдесіп тұрғандай. Ашытқысы бұзылып күйіп кетеді. Нанға жан керек. Ол қамырды дөңгелектеп, пышақпен үстінен айқастыра сызды да, ағаш күрекпен пештің ішіне ысырып жіберді. Міне, енді күтеміз. Есенбай қайтадан орнына жайғасып, қолын алжапқышына сүртті. Білте шамның жарығынан оның жүзі сұрланып, әжімдері кереңдей түскендей көрінді. Сен зарлық, соғыс жайлы сұрап едің ғой. Мен майданда болмадым. Мені соғыстан босатып, тылдағы жұмысқа қалдырды. Ағаш дайындау шаруашылығында істедім. Қару-жарақ жасайтын зауыттарға, теміржол шпалдарына ағаш дайындадық. Бірақ соғыс өзінің қатыгездігін бұл жерде де көрсетті ғой. 42-ші жыл еді. Ең бір зұлмат заман. Ауылдағы ер азаматтың бәрін сыпырып әкетті. Кек мен, бір аяғы жоқ арыстан шал, сосын қатындар мен шиеттей балашаға қалдық. Ал қыс қатты болды. Ұшқан құс үсіп түсетін аяз. Картоп күзде-ақ шұңқырда үсіп кеткен. Аптасына бір уыс қана ұн тиеді. Балалар аштықтан ісіне бастады. Көшеге шықсаң тып-тыныш. Балалар жүгірмейді, күлмейді. Үй-үйде отырады. Көздері шарасынан шығып, саған қарап мөлдірейді. Ал мен аңшымын. Бүкіл ауылдың үміті менде. Тайғаға шықтым. Бірақ орман бейне бір өліп қалғандай. Аң атаулы ауып кеткен бе, әлде жасырынып қалған ба? Бір апта жүріп түк таппадым. Не қоян, не құр жоқ. Өзімде жел соқса құлап қалардай теңселіп жүрмін. Аяғымдағы шаңғым зілдей көрінеді. 10-шы күн дегенде ғана бұланның ізіне түстім. Алып бұлан екен. Көктеректің қабығын кеміріп өтітті. Соның соңынан түстім. 3 күн жүрдім. Қарда түнедім. Үркітіп алмайын деп отта жақпадым.
Соңғы қатқан нанымды тауыстым. Қарабұлақтың маңындағы сайда оны қуып жеттім. Сұсты екен. Мүйіздері күректей. Танауынан будақтатап бу шығады. Қандай алып күш. Нағыз тіршіліктің өзі. 5 атарымды кезедім. Әлсіздіктен қолым қалтырайды. Ал миымда бір ғана ой. Мүлт кетпе Есенбай. Онда балалар бар. Онда кішкентай Қасым бар. Маржан бар. Мүлт кетпе. Аттым. Бұлан сылап түсті. Орман іші жаңғырып кетті. Жанына келдім. Тауда ет. Бірақ оны қалай алып қайтам? Өзім әзер тұрмын. Ал ауылға дейін 30 шақырым қалың қар. Оны бөлшектедім. Шамам келгенше алдым. Ең етті деген артқы санын арғама салдым. Ауыр, әлі жып-жылы. Қаны арғанды жылтық келеді. Сөйтіп жолға шықтым. Бір тәулік бойы тоқтамай жүрдім зарлық. Құладым. Қайта тұрдым. Талып қалмас үшін қар жедім. Соңымнан қасқырлар еріп келеді. Қанның иісін сезіп ұлып қояды. Ал мен күбірлеп дұға оқып келем. Тоқтап қалмас үшін балалардың есімін ішімнен қайталап келем. Ауылға түн ортасында жеттім. Бастық әйелдің үйіне кіріп бардым да, етті үстел үстіне тастай салдым. Асындар дедім. Бәріне асындар. Сорпа жасаңдар. Сосын есінен танық қыладым. 3 күн бойы ауырып жатыппын. Есінді жиғанда даладағы күлкінің үнін естідім. Әлсіз, бірақ балалардың күлкісі. Тірілдік қой. Міне осылай болған. Алтын деген не? Түк те емес. Ал ашаршылықтағы бір жапырақ ет, ол қасиетті нәрсе. Ол өмір. Есенбай сөзін тоқтатып, пештім жабық есігіне қарады. Ол жақтан піскен нанның мұрын жарар, хош иісі шыға бастады. Зарлық бұрыштағы ескі тонның үстінде дөңгеленіп ұйықтап жатқан тұманға көз салды. Төбет түсінде аяғын тарпып қояды. Сірә, жас кезіндегідей әлдекінді қуып жүрген болар. Білте шамның сәулесі оның басына түсіп, сол жақ құлағының орнындағы тыртықты айқын көрсетті. Құлағынан қалай айырылды ақсақал? Деп сұрады зарлық ақырын ғана. Қасқырлар жұлмалады ма? Есенбай төбетке қарады. Оның жанары мейірімге толы еді. Қасқыр болса бір сәрі ғой. Қасқырлар үйірмен шабады. Бұл құнудың ісі. Орманның нағыз жын перісі ғой ол. Осыдан 5 жыл бұрын болған оқиға. Ол кезде тұманның нағыз кемеліне келген шағы. Бойында аюды жығарлық қайрат бар еді. Мен терілерді тышқан кемірмесін деп, биік бағаналардың үстіне салынған қоймаға жинап жатқанмын. Ал құну деген өте қуаң ғой. Ол жермен келмеген. Ағаштан ағашқа тиын құсап секіріп, қыстаудың шатырына шығып алған екен. Сосын бұғып жатыпты. Менім шыққанымды күтіпті. Ал мен сыртқа мылтықсыз шыққанмын. Отын қораға барып, пеш тұтататын жанға әкелмек болдым. Айнала тастай қараңғы. Көзге түртсе көргісіз. Кек төбемнен әлде бір сыбдыр естілді. Бейне бір шатырдан қар сырғып түскендей болды. Басымды көтеріп қарасам, төбемнен ұшып келеді екен. Қап-қара. Азу тістері ақсиған. Қылыштай қисық тырнақтармен тура алқымыма ауыз салмақшы. Қолыммен қорғана бердім. Бірақ қайдағы? Мені жерге алып ұрды. Қарға тұмшықтырды. Ажалдың таяғанын сездім. Одан қолқаны қабатын көрдің иісіндей өлексе иісі шығады. Сол кезде жарқ еткен ақ найзағайдай тұман жетті. Ол өз ұясында иықтап жатқан. Қалай сезгенін бір Құдай біледі. Бірақ оқтай атылып шықты. Ұшып келе жатып, әлгі пәленің алқымына жабысты. Құну оны да ұшырып түсірді. Ол өте қанішер аң ғой. Кезі келсе, алып бұғының өзін жығып береді. Нағыз айқас басталды. Қар бұрқ сарқ етті. Ырылдаған, қынсылаған дауыстар шықты. Мен балтаға қарай еңбектеп барамын. Бірақ аяғым мамықтай болып бағынар емес. Тұман оны астына басып алды. Бірақ анау бұратылып келіп, төбеттің құлағын түбімен жұлып түсті. Сүйектің сытырлаған даусы шыққанда жүрегім қан жылады. Бірақ тұман оны жіберген жоқ. Әлгі пәленің гемі үзілгенше алқымнан босатпады. Айналадағы қардың бәрі қып-қызыл жоса болды. Төбет тірі қалмайтын шығар деп ойладым. Тым көп қан жоғалтты. Мен оны үйге көтеріп кіргіздім. Жарасына самырсынның шайырын жағып,
мүкпен таңып тастадым. Бір апта бойы қасықпен сусындаттым. Жас баладай күттім. Құр етінен сорпа қайнатып бердім. Кері қалды. Кек сол жақ құлағы естімей қалды. Есесіне зарлық, қазір иісті екі есе жақсы сезеді. Ол менің өмірімді сақтап қалды. Құлағым беріп, мені аман алып қалды. Содан бері ол үйдің ішінде ұйықтақтайды. Мұндай батырға аязда жатуға болмайды. Қария күңірене еңкейіп, ұйықтап жатқан төбеттің бұрыл жотасынан сипады. Тұман көзін ашпастан, ауыр күрсінді де, иесінің сүйектей құрғақ қолын жалап қойды. Үй ішіне ылғалды, мүктей ауыр тыныштық орнады. Тек мұржадағы желдің үні ғана естіледі. Алдымен ақырын ғана қыңсылап, кейін үлей бастады. Жылу іздегендей пештің жапқышын жылмалайды. Білте шам жалп етті. Бұрыштағы көлеңкелер үріккен андай бұлтарып кетті. Зарлық қабырғадағы ескі қос ауыз мылтыққа қарады. Оның дүмі көк таспамен оралтты. Ал ұңғысы ағараңдап әбден қажалған екен. Ал адамдар ше ақсақал, деп сұрады ол ақырын ғана. Аңның не ойлағаны түсінікті. Ол не тоқ, не аш. Ал адамдар ше, қаңғыбас аюдан да қорқынышты адамдар бола ма? Есенбай қабағын түйді. Қалын әрі бұрыл қастары айғасып, жүзі құз жартастай қатайып сала берді. Болады балам, болғанда қандай? Ең қаншер жыртқыш ол аш көздік. Аю сені паршалап тәніңді жер. Бірақ жаның Құдайға қайтады. Ал аш көздік адамның жанын жейді. Керк күрсілдерін ғана қалдырады. Бұл оқиға соғысқа дейін болған еді. Біз ол кезде Писық Сапар деген сергім екеуміз орманға аттандық. Керіздеп емес, алтынның буымен кеттік. Ел арасында көк жотаның ар жағындағы жыланды жылғасында баяғыда көнегөз шалдар алтын шайыпты деген қауесет тараған. Сапар қайратты, сімірлі еркек еді. Жұмысқа келгенде өлерментін, ағаш құлатқанда жаңқасы бір құлаш жерге ұшатын. Бірақ жанары суық, үнемі жылтыңдап, бір орында тұрмайтын. Және ол көп үндемейтін. Ал орманда үндемейтін адам не көкті көрген дана болады, не ішіне зауал сақтайды. Жылғаға да жеттік. Өте қауіпті мекен екен. Шіркей бұлт құсап қаптап жүр, батпақ аяқтан тартады. Қара самырсынның қалыңдығы сонша, күндіз шаммен жүрген дейсің. Жер қаза бастадық. Бір апта қаздық, түк жоқ. Екінші апта өтті. Кек саз бен құм ғана. Сапар долдана бастады. Қайланы ішіне жын кіргендей сілтейді. Тістеніп алады. Мұнда ештене жоқ, дедім мен. Адамдар өтірік айтқан. Өзеннің шетіне мұз қатпай тұрғанда кету керек. Әйтпесе, мұз боқ қатамыз деймін. Ал ол маған алая қарады да, кете бер, мен бүйірмісіз қайтпаймын деді. Содан бір ай өтті. Өзеннің басы жартастың түбінен су ағатын тұсқа барып, Сапар табағын суға малып алды. Шайқап жібербеді. Қолы дірілдеп кеткенін көрдім. Қасына барсам, табақтың түбіндегі қарағымның арасында бұршақтай сары түйіршіктер жатыр. Сосын бармақтай ірі алтын кесегі жалтырайды. Таптық, деп күбірледі ол. Таптық, Есенбай. Енді баймыз. Сол кезде оның жанарын көріп, тіршігіп кеттім зарлық. Көзі қорғасындай сұп-сұр болып, әлде бір шел басып кеткендей. Алтынның дерті сүзек ауруынан да жаман болады екен. Содан алтын шаюды бастадық. Күндіз шаямыз, түнде ұйқы жоқ. Сапар өзде тамақ ішпейді. Маған да бір үзім нан бермейді. Жұмыс істе, деп айғайлайды. Желісі кетіп қалады. Тері қапты ауыр алтынға толтырдық. Қап ауырлаған сайын Сапардың ақылы кеміп бара жатты. Маған ала көзімен қарайтын болды. Түнде балтасын жастанып жатады. Суға барсам да артымнан аңдиды. Алтынды тығып қояды, немесе қашып кетеді деп күдіктенеді-ау деймін. Бір күні түн ортасында оянып кеттім. Ішкі түйсігім сездірді. Көзімді ашсам, төбемде Сапар тұр. Қолында қанжар бар, ал жанарында үрейлі бостық. Ай сәулесі түсіп, пышақтың жүзі жалтырады. Сен бұл жерде артықсың, Есенбай, деп сыбырлады ол. Екеумізге бөлсек аз болады. Ал жалғыз өзім патшадай өмір сүремін. Мен бір жаққа қарай домалап түсіп,
Қолыма бір дөңбекті іле сала, орнынан атып тұрдым. Ол күнудай ырылдап, бұрышқа шегінді. Сол кезде ұқтым. Бұл адаммен бірге тірі қалмаймын. Орман пасық адамды бірден таниды ғой. Алдымда адам емес, алтынға құныққан әзәзіл тұр еді. Таңертең заттарымды жинадым. Мылтығымды, бір дорба қатқан нанды алдым да. Алтынымды ал, Сапар, бәрін өзім ал. Маған өзімнің шыбын жаным артық дедім. Ол маған бұрылып та қарамады. Бұлақтың басында отырып, табағындағы алтынды саусағымен сипалап, сілекейін шұбыртып күліп отырды. Солай кеттім. Алғашқы қар түскен кез жол ауыр болды. Асудан асып, адамдарға әзер жеттім. Ал Сапар ше? Көктемде мұз ерген соң, алтын іздеушілер сол маңға барған екен. Біздің лашықты тапқан. Іші қаңырап бос тұр. Есігі айғара ашық, ішіне қар толған. Сапарды бір шақырымдай жерден бұлақтың басынан тауыпты. Қара самырсынға сүйеніп отырған күйі жан тапсырыпты. Ал қасында әлгі бір қап алтыны жатыр дейді. Аузына топырақ толтырып алыпты. Өз бұйырмысын таққан екен, бірақ орман оны кешірмепті. Ол зарлық, ашкөздікті жақтырмайды. Өз ақысын толық қайтарып алады. Алтын деген суық қой. Аяз қысқанда жанды жылталмайды. Есенбай қараңғы бұрышқа қарап, сол жерден Сапардың елесін көргендей үнсіз қалды. Содан бері балам мынаны ұқтым. Кедейлік мін емес. Адамның бойындағы хайуандық аюдан да асып түскенде, нағыз қасірет сол. Керезе сыртындағы боран қайта күшейді. Қар түйіршіктері әйнекке сатырлап ұрылып, жылы үйге кіргісі келгендей болды. Қасиетті суреттің алдындағы шырақ жалп етіп, Есенбайдың жүзіне көлеңке түсірді. Қария мұрнының астынан күбірлеп, ашуланба деді. Бірақ зарлық. Орманда кез келген бораннан күшті бір құдірет бар. Егер ниетің түзу болса, сол құдірет сені қорғайды. Бұл оқиға осыдан 40 жыл бұрын болған. Ол кезде менің де әлім қайта бастаған шақ еді. Жанарымның да бұрынғыдай қырағылығы жоқ. Қақпандарымды тексеруге шыққанмын. Күн шайдай ашық, аяз деді. Аспанда шөкімдей бұлт жоқ, бірақ тайға өте қу ғой. Түске таман аспанды сұр бұлт торлап, күннің көзі лай суға түскен бақыр тиындай батып кетті. Сосын басталды. Жай ғана бұрқасын емес, нағыз ақ түтек. Аспан мен жер тұтасып кеткен. Астың қайсы, үстің қайсы білмейсін. Айналаң қайнап жатқан сүттей. Жел адамды ұшырып түсіреді. Қар көзге кіріп, тыныс алуға мұша бермейді. Жолдан адастым. Боран мені шыр айналдырып әкетті. Лашығыма бара жатырмын ба десем, өртенген орманның орнынан бір-ақ шықтым. Артқа бұрылып едім. Қалым жынысқа тірелдім. 1 сағат адастым, 2 сағат адастым. Бойымнан әл кетіп барады. Аяз күртемнің ішіне кіріп, сүйегімнен өтердір. Саусақтарым бүгілмейді. Ағаш құсап сіресіп қалды. Сосын бойымды бір тәтті ұйқы меңдей бастады. Қалың қарға, қалың шыршаның астына жата қалып ұйықтағым келді. Жел, ұйықта Есенбай, демала ғой деп сыбырлағандай. Бір құлаған ағаштың үстіне отырдым, көзімді жұмдым. Болды. Маңдайыма жазғаны осы екен деп ойладым. Кенет, боранның уілдеген даусының арасынан бір үн естілді. Жіңішке, әрі ащы үн. Кір дейді. Көзімді ашсам, дәл тұмсығымның алдындағы бұтақта шұбар торғай отыр. Басындағы айдарын тікірейтіп алып, маған мөп-мөлдір қара көзімен қарап тұр. Маған бұл өте оғаш көрінді зарлық. Мұндай ақ түтекте жан біткеннің бәрі інге тығылып, тұмсығын шығармайды ғой. Ал мынау ештеңеден қорықпай отыр. Мен оған, кет әрі ақымақ құс, үсіп өлесің ғой деп. Ал ол пір етіп ұшты да, 2-3 қадам жердегі басқа бұтаққа қонып, қайтадан қыр деп шақырды. Орнымнан тұрып соған қарай 1 қадам жасадым. Ол тағы ұшып барып қонды да, тағы шақырды. Сол кезде ұқтым. Бұл жай құс емес. Бұл маған берілген белгі еді. Оның соңынан ере бердім. Аяғым қарға батып келеді. Бұтақтар бетімді тіліп, үстіме қар құлап жатыр. Бірақ мен жүріп келемін. Көзімді құстан алмаймын. Ол ұшады. Мен соңынан еңбеттеймін. Ол қонады да, менің жеткенімді күтіп отырады.
сосын тағы алға ұшады. 3 сағаттай солай жетеледі. Уақыттан да жаңылыстым. Қайда келе жатқанымды да білмеймін. Ішімнен орман иесі менімен ойнап, шыр айналдырып жүрген болар деп те қоямын. Бірақ кенеттен жел басылды. Орман сиреп, жылы леп сезілді. Түтіннің иісі келді. Қарасам, алдында өзімнің лашығым тұр. Қар басқан ескі үйім, өзіме ыстық мекенім. Мұржасы көрініп тұр, есігі сықырлады. Баспалдаққа құлап түстім. Басынды көтеріп, алғыс айтайын деп едім. Ешкім жоқ. Жым-жырт. Тек шыршаның бұтағы тербеліп, ұлпа қарлар ғана үзіліп түсіп жатыр. Құс шынымен болды ма? Әлде ажалым таяғандағы елес пе еді? Білмеймін. Бірақ мені өлімнен арашалап, жолға бастап шығарғаны анық. Есенбай үнсіз қалды. Үйдің ішінде мүлдем дыбыс шықпайды. Тіпті қабырғаның сыртындағы желдің өзі құлақ түргендей басылып қалды. Міне, осылай балам. Әр адамның көрінбейтін қорғаушылары болады. Тек тәкаппарлығымыз оларды көруге кедергі жасайды. Біз тек өзімізге, өз күшімізге, қаруымызға сенеміз. Ал негізінде қоршаған әлемге сену керек. Оны тыңдай білу керек. Әңгімемен түннің қалай өтіп кеткенде байқалмады. Білте шам керосиннің соңғы тамшыларын жағып, үзіліп жұлына бастады. Терезе сыртындағы түн бойы долданған боран әбден шаршап, ұйқыға кеткен жыртқыштай тыншыды. Ал таңдатып алды, деді Есенбай қараңғы терезеге көз тастап. Суға бару керек. Сусыз тіршілік жоқ қой. Шалға көмектесіп жібересің бе? Олар киіне бастады. Зарлық өзінің күртесін ілді. Есенбай қойдың терісімен түтін иісі аңқыған дәу тонын киді. Баспалдаққа шықты. Айнала мүлдем өзгеріп кетікті. Боран басылып, орнына керілген ішектей шымылдаған тыныштық орнаған. Шығыс жақтан аспан бозарып, мұздай көкшіл түске ене бастады. Аспандағы ірі жұлдыздар әлде жылтырап тұр, бірақ сөнуге шақ қалған еді. Аяздың қаттылығы сонша, демің лезде жағамен кірпікке қырау болып қатады. Киіз етіктің астындағы қар сықырлаған жоқ, сыңғырлап ән сал жатқандай. Зарлық шелектерді қолын алды. Есенбай ағаш сапты сүйменін ойғына салды. Өзенге түсетін жол тегістер қалыпты. Белден келетін үлпілдек қарды омбылап, жаңа жол салып өзенге түсті. Қап-қара жартас өзеннің үстінен төніп тұр еді. Ал өзеннің өзі қалың мұзбен қардың астында ұйқыға кеткен. Тек жылы бұлақ ағып жатқан бір жерден ғана бу шығып тұр. Тірі ғой мына өзен, деді Есенбай жағасына сыбырлап. Тыныс алып жатыр. Ол түнде ғана жұқа мұз қатқан ескі ойыққа жақындады. Сүйменмен ұрып қалғанда, мұз сыңғыр етіп, шындай шашылып түсті. Қоймалжың майдай қап-қара су бұрқ етіп шетіне төгілді. Одан ыстық бу көтерілді. Зарлық шелекпен суды шалалды. Су мұздай әрі ауыр еді. Ішіп көр, деді Есенбай. Бұл дүниедегі ең тәтті су осы. Ешқандай шайдың қажеті жоқ. Зарлық шелектің шетіне ернін тағады. Тісі қақсақ кетті. Бірақ дәмі. Ерген қардың, тастың және аязды тазалықтың дәмі бар еді. Суды жұтқан сайын, тұла бойына орманның құдіреті құйылып жатқандай сезілді. Олар өзен жағасында күннің алғашқы сәулелерінің тау бастарын қалай нұрландырып, алқызыл түске бояғанын тамашалақтырды. Қандай ғажап, деп күрсінді Есенбай. Ғасыр жасасаң да, мына сұлулыққа тоймайсың. Қалада мұндай жоқ шығар. Онда аспанда тордың ішінде, ауада сұрқай. Ал мұнда нағыз еркіндік. Олар жоғары қарай кері қайтты. Су толы шелектер бір қалыпты тербеліп келеді. Шелектегі судың бетін жұқа мұз қабыршығы торлай бастаған екен. Лашықтың мұржасынан шыққан түтін аспанға тіп-тік шаншыла көтеріліп жатыр. Бұл күннің шайдай ашық, әрі қақпаған аяз болатынның айқын белгісі еді. Олар есікті ашқанда, өздерімен бірге аяздың ақ түтегін ерте кірді. Ызғарлы булезде еденге ақ қырау болып қонды. Есенбай күрсіне жүріп, ауыр шелектерді орындыққа қойды. Мұздай су жылы үйде бірден тыныс ала бастағандай болды. Шелектің сырты керлеп қоя берді. Міне, су да келді.
Қария үстіндегі ауыр тонын сыбырып тастап, жұқа кендір жейдемен қалды. Ал енді ең бастысы осы. Ол пешке жақындады. Шойын жапқыштың арасынан кез келген орман адамының басын айналдыратын керемет бір иіс мұрын жарыттыр еді. Бұл отқа піскен, ашытқысы бабына келген нанның иісі, тіршіліктің иісі. Есенбай ағаш күректі алып, пештің ыстық өңешіне сүңгітіп жіберді де, күндей дөңгеленген алып нанды суырып алды. Сырты қара қошқыл, алтын түстес болып қызарып пісіпті. Нанның бір шетін от сәл қарған екен. Сол күйік шалған ұнның иісі кез келген балдан тәтті көрінді. Қария нанды таза орамалдың үстіне қойды. Оттан жаңа шыққан нан бейне бір тілдесіп жатқандай, суыған сайын ақырын сытырлап дыбыс шығарады. «Пышақ алма», деді Есенбай қатаң үнмен. Зарлықтың қолы беліне жүгіргенін байқап қалып. Нан ыстық. Оны пышақпен қинауға болмайды. Обал болады. Қолмен сындар. Олар үстел басына жайғасты. Кішкентай терезеден түскен күн сәулесі тура нанның үстіне түсіп, одан шыққан бұрқыраған буды нұрландырып жіберді. Есенбай ішінен бісмілләсін айтып, нанды сатырлата үлкен бір үзімін сындырып алды. Нанның жұмсақ іші сұрғылт, бірақ кеуекті әрі үлпілдеттіреді. Одан қою бу көтерілді. Зарлық өз үлесін алды. Саусақтарын күйдірсе де, қолынан тастамады. Бір үзімін тістеді. Дәмі қарапайым, бірақ ұлы еді. Құлмақ, күл, тұз және адал еңбек. Бұл бір жапырақ нанның ішіне кешегі дүлей боран мен бүгінгі жарқыраған күннің бүкіл құдіреті сыйып кеткендей. Екеуі үнсіз тамақтанды. Нанды ірі тұзға малып жеп, үстінен ожаумен мұздай су ішті. Шәй қайнатқан жоқ. Мұндай наннан кейін басқа ештеңенің қажеті де жоқ еді. Бұл жай ғана таңғы ас емес. Бұл табиғатпен үндесу. Бір дастарханнан дәм татқан екі азаматтың үнсіз ұғысуы болатын. Үстел үстіндегі соңғы қиқымға дейін алақанмен жиналып, ауызға салынды. Нанды тастау үлкен күні. Есенбай орындықтың арқалығына шалқая беріп, сақалын қанағатпен сипады. Міне, енді жолға шығуға болады. Қарны тоқ адам, мейірімді адам. Таң хрустальдай тұп-тұнық болып атты. Боран басылып, терезеден асатын қалың ағылпа қар қалдырыпты. Күн көзі сайдың ішін көз қарықтырар нұрға бөліп, қар бетін мыңдаған гауһар тастай жарқыратты. Зарлық баспалдақтатыр, жарықтан көзін сығырайтады. Шаңғысы майланған, қоржыны жинаулы. Менімен бірге жүріңіз, ақсақал, деді ол соңғы рет бәйек болып. Ауылда аурухана бар, дүкен бар, үй жылы. Есенбай басын шайқады. Ол таяғына сүйеніп босағада тұр еді. Осы бір ағаш үйдің, осы бір алып орманның ажырамас бөлшегіндей көрінді. Жоқ балам, менің үйім осында. Мен зарлық кәрі түбір сияқтымын. Тамырым жерде тұрғанда ғана тірімін. Жұлып алсаң, бірден үгітіліп топыраққа айналам. Менің пешенем осы жерде жазылған. Ол құрғақ қолын зарлықтың өғына салды. Қолы салмақсыз әр жеңіл болғанмен, сондай жылы еді. Ал сен, балам, мынаны жадыңа тұт. Бұл саған айтар өсиетім. Орманды тыңдай біл. Ол бос емес, ол тірі. Әрбір ағаш, әрбір аң саған құл емес, бауыр. Керегіңнен артық алма. Тек қажетіңді ғана ал. Әлсізге тиіспе. Ол кейін сені құтқарып қалады. Кек сақтама. Кек сенің арқандағы қоржынымнан да ауыр. Оны арқалап ұзаққа бара алмайсың. Ар-ұжданмен өмір сүр, зарлық. Сонда бұл орман сені өз анандай құшағына сыйдырады. Қария ішінен дұғасын оқып, бетін сипады. Жолың болсын, артына қарама. Зарлық таяғын тіреп, алға қарай ұмтылды. Шаңғысы беті бұзылмаған таза қарды сыза жөнелді. Ол кез әр жеңіл жүріп келеді. Тынысы ашылған. Кек соқпақ қалым шашаның ішіне кіреберіс бұрылысқа келгенде, ол шыдамай артына бұрылып қарады. Қыстау енді көрінбейтін еді. Ол қалың қардың тасасында қалып қойытты. Кек жіп жіңішке, мөлдір түтін ғана көк аспанға көтеріліп, жер мен мәңгілікті жалғап тұрғандай. Және әлдеқайда жоғарыда, алып самырсындардың ұшар басында шывар торғайдың сыңғырлаған үні естілді. Кір, кір деген дауыс шықты. Зарлық жымиды да, ағаштардың көлеңкесіне сініп жүре берді.